Ассалаумағалейкум, біртұтас қазақ елім ағайындар. Мен мына бүткіл үлкен алпауыт мемлекетпіз ғой біз. Зайырлы мемлекетпіз. Сол ұсыныс айтқым келіп тұр. Жоғары жақтан бастап, әкімшіліктен бастап, мына ауруханалар, мұғалімдер және анағыдай спорт комплекстер бар ғой, ФОК дейді ғой. Соларға айтып отыр. Ер адамсыз ба, әйел адамсыз ба, ауру емессіз ғой, шығыңыз даладағы әжетханаға. Мен өзімнің әжетханамды реклама жасап жатқан жоқ, қате түсінбеңіздер. Бірақ маған негатив көп жазбайды жалпы. Мындай әжетхана мысалы да, мен бұны 2023-те, 2022-де ағаштан жасалған. 22-де мен реклама жасадым бүткіл Қазақстанға, біздің ауылдық мекендердің әкімдерін тіркеп білмеймін ол кезде, бірақ жаздым кәдімгідей. Қайрат Нұртаев, Абат Жанғалиев деп, Серік Шаңпенов деп жаздым да, оларға ұсыныс тастадым. Неге Атырау Астырқын тас жолында орта әжетханалар жоқ? Зейнеден атаға ен салып жатырған әжетхана салып жатыр, бірақ қымбат әжетханалар дейді да. Мен осы әжетхананы кезінде өткізе алмай сөйтіп істегім келді. Бірақ енді қазіргі ұсыныс ол емес. Сырттағы әжетханаға отырсын деп жатырмын. Құттай балдар іште отырсын, ауруханадағы аурулар іште отырсын. Мен өзім бір сондай бір зиярат жасап, бағана бейіттер аралап сөйтіп жүрем. Келесі жарнама мола жайлы айтамын да. Мынада қысқаша тек қана осы әкімдерге ұсыныс тастап жатырмын, депутаттарға. Неге десең, адамдар отырады, содан кейін аяғымыз ауырамыз дейді, беліміз ауырамыз дейсіздер да. Ол деген осындай сосын ысырапшылық. Су басқанда, әжетханаға кіргенде бәлен литр су кетеді дейді. Осыны ойлап қараңыздаршы. Жоғарыға қазір премьер-министрді де белгілеймін, Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаевтың сайттарын белгілеймін. Елбасы аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, амандықта болайық. Таратып жіберейік. Әжетхана неде болу керек? Сыртқа шығу керек деп ойлаймын. Жасөспірім, мектептегілер іште отыра берсін, апайлар, ағайлар сыртқа шықсын, акиматтағылар сыртқа шықсын, дәрігерлер сыртқа шықсын. Мен жерде көріп жүрмін, бірақ әлі аралаған жоқпын, енді аралайын тұрмын бұйырса. Неге десең, әжетханада проблем, күтіп тұрасың. Еще бағанағыдай басқанда су кетеді, екінші адам барып отырайын дегенде дәретке ана басылмайды. Потому что ол әлі айналып келгенше қайда 5 адам басып жатты да. Көрдіңіз ба? Вот сондай ұсыныс айтқым келіп тұр. Әжетхана сыртқа көшу керек. Мына заң мен тәртіпте орнатып жатсыздар ғой. Сол сияқты мына кешке құттай балалар шығуға болмайды деген сияқты. Сол сияқты мен мына мектеп әлі басталған жоқ қой. Бізде ауруханалар ремонтта. Сіздерде қалай болып жатыр ремонт? Сіздерде қалай қолданасыздар әжетхананы? Сондай бір ой келіп тұр. Аман жұрт тыныш болсын. Ел естімеген жаңалық дейді ғой.